Барлықтарыңызға сәлем құрметті көрермендер. Бүгінгі түсірілімдердің екінші түрі, яғни қызанақ егу әдісінің тағы келесі түрін көрсетемін. Сіздер алдыңызда тұрған қызанақ. Енді бұл қызанақты алдыңғы түсірілімдерде сіздерге 2-2-ден отырғызуға болатындығын көрсеткен болсам, енді осынғы түсірілімдерде сіздерге бір-бірлеп отырғызуға және де қалай отырғызсақ болады, соны түсірілетін боламын. Алдыңызда көріп тұрсаңдар қызанақ. Бұл жай қызанақ емес, жапырақта сіздерге көрініп тұр ма білмеймін, міне. Жақынырақ қарағанда яғни материал болады, оны барқытный материалдар, сондай сияқты міне жапырақтары. Көріп тұрсаңыздар, ақшыл несі бар, қар тәріздес. Яғни бұл фокус-покус деп аталады, жаңа сорт менің каталогымдағы. Бұның ерекшелігі жапырағында бірден белгілі жапырағынан, және де өнімінің өзі де сондай, жаңағыдай персик болады, персиктің сырты жаңағыдай ақшыл жаңағыдай қылшық дей ма, не сондай деп айтылады ғой, ұсақ жылтырап тұратын. Сондай бұл қызанақтардың өзі сол персик сияқты болып, кәдімгідей сырттан қарағанда персик тәрізді болатын қызанақтың бір түрі. Бұның несі пісу уақыты ертеде емес, жайда емес, орташа, және де биіктігі де сондай 60-70 сантиметр, онда 2 метр, 1,5 метр деген жоқ. Яғни өте климатқа, кез келген климатқа сәйкес келе беретін қызанақтың бір түрі. Енді бұл қазіргі кезде бір-бірлеп егейін деп жатырмын. Міне сыртынан жалып тұр, көріп тұрсаңыздар. Міне тамыры сырттан, бұл стаканның бір айырмашылығы, сыртынан барлығы да міне көрініп тұрады. Бұл шамалы міне кішкене салқындаған, бұлай жаман емес. Міне бұны тіпті мына жердегі артық жапырағын алып, мына жерге шейін жауып тастауға да болады, себебі міне көріп тұрсаңыздар, қызанақ қай жерге шейін жабылды. Мен бұны қызанақ кішкентай кезден мына жерге шейін істеп, содан топырақ толтыра бердім. Міне көріп тұрсаңыздар, қызанақтың қай жеріне дейін тамыры шығып бастаған, яғни қай жерге шейін топырақ жабасыз, сол жерден бастап тамыр шыға береді. Мынада енді кішкене көріңкіремейді, былай сырттай жобалап білінеді қай жерде қызанақтың тамыры бар екен. Мына кәдімгі топырақта шыққандар міне ауланың, мынау таза көнден, көріп тұрсаңыздар. Су құйылмасын, кішкене жапырақтары солып қалып тұр. Жаңа ғана жылыжайдан алдым, жапырақтары солыңқырап қалған. Қазір далаға су еккеннен кетеді. Мынандай кусоктар бар. Қазір құмырсқаны көрдіңіздер, қаншама құмырсқа. Олардың барлығы да кетеді. Тіпті міне жұмыртқалар да бар екен, қараңыздаршы. Жұмыртқалар да бар, енді білмеймін қалай болатын. Міне бұл жерде кәдімгідей құмырсқаның үйлеуі өте көп. Енді бұлардың бәрін қасып тастағаннан өздері кетеді деген ойдамын. Құмырсқаның бір жаман жері осындай тасып болсын, тағы да дөңгелек тағы бірдеңелер болса, соның астына тек бірден жұмыртқаларын салып тастайды. Байқасаңыздар, міне жұмыртқаларын тек тасып үлгеріп жатыр. Қанша дегенмен оларға тұқым, міне көрдіңіздер ме? Мыналарды алып кетті. Міне мынаны тасып алмай жатыр. Қандай күштері, қандай, керемет. Жандары шығып жатыр. Алып жұмыртқамызды бүлдіріп тастайды деп. Өзім бірінші рет көріп тұрмын, міне бала несі жұмыртқасын. Ендігі амал жоқ, енді бұзуыма тура келіп тұр. Ренжімеңіздер, енді сіздерге зияным тиеді деп ойда емеспін. Мына жерде кәдімгідей көп екен. Бұны енді кішкене жаңағы қызанаққа қарағанда екінші еккен. Бұны кішкене тереңдеу қыламыз. Тереңдеу қыламыз. Әбден. Көрдіңіздер ме, тамырлар өте көп. Содан кейін барып, алдыңғы түсірімде көрсеткендей, ішіне күл, жұмыртқаның қабығы, және де кәдімгі ақ құмды қосылған 3 қоспаны салып шығамыз. Астына салып шығамыз. Бұның, міне көріп тұрсаңыздар. Содан кейін барып, қызанағымызды төңкеріп шаламыз. Ешқандай қиындығы жоқ. Бұның бір жақсы жері, бұл зақымдалмағасын бірден алып кетеді. Басы алдында екен тамыр зақымдалған, ол кішкене сол бір орында көп уақыт тұрады. Бұл бірден өсуге талпынып кетеді, себебі бұның тамыры ешқандай да зақымдалған жоқ. Бұған тоқтайтындай еш себеп жоқ. Сол себептен бұл тез алып кетеді, және тез гүлдейді. Айырмашылығы сол, егер ашық тамыр болса, тоқтап бұдан кейін шығады. Мен бұны кейін еккенмен, бірінші еккеннен ашық тамырдан бұл бірінші озып кетеді, себебі бұның ешқандай тамыры сол күйі зақымдалмаған.
зақымдалмаған. Сол күй тұрғасын. Бұдан ешқандай, қалай айтсам болады, кедергі болмайды. Болды. Енді ешқандай кедергі жоқ. Суды жайлап қана қиып шығамыз дөңгелетіп. Әбден күшті алып кеткені өсіп кеткеннен кейін мынаны да мына жерде екеуден еккен және біреуден еккенді барлығын чапка арқылы көтеріп картоп тәріздес көтеріп шланг арқылы соратын қылып істейтін боламыз. Солай канал жазуды ұмытпаңыздар, сау болыңыздар.